ашық жерде тұрыңыз. Құлап бара жатқан заттар мен сымдардан сақ болыңыз. Ыстық су мен бу құбырлары, сондай-ақ газбен жабдықталған жүйе өте қауіпті болып табылатынын ескертемін. Шығып жазып жатсың. Ана жерде саған сабақ түсіндіріп немесе сенен сұрақ алып жатыр. Осы сәтте сендер қандай әрекет болсын? Жер сілкінісі, мысалы, сел жүру қаупі, сол жаққа шығуға әрекет жасайсың. Енді жер сілкінісі болған жағдайда біз қандай әрекет жасаймыз? Енді мысалы үшін жер сілкінісі басталды, жер сілкіне бастады, иә? Сол кезде партада мысалға мына жердегі жазып тұрған немесе сөйлеп тұрған оқушы тез арада қауіпсіз жағдайға қарай әрекет жасайды. Яғни ол мына жерге осы деген зат мынау колонналар, мынау сейсмопояс, мына колонна бұл ең берік тұтқалар болады қабырғаның. Яғни біз жүгіріп келіп тез арада осындай аймаққа тұра қалуымыз керек. Мына жерге тұра қалуымыз. Ана тура осы сейсмопоястың мықты жеріне орналасқан оқушы, сен де сол жерге тұра қаласың. Тұра қалған орнынан, тұр орнынан. Яғни осындай әрекетті жасаймыз. Енді мұғалім және қалған оқушылар не істейді? Мұғалім қалған оқушылар бірінші басына, яғни жер сілкінген кезде мына ненің төбе жағы потолок мысалға түсуінде сол кезде бастарыңды жарақаттамас үшін тез арада партаның астына кіреміз. Бәріміз кіреміз. Енді тыңдаймыз. Кіреміз. Енді қараңдар. Тыңда, тұра бер, отыра бер. Жер сілкіні бар. Ол сілкіні 30 секундтай болу мүмкін, сілкіні бар. Тоқтар түсіп жатыр. Енді осы кезде жер сілкінісі тоқтады. Тоқтаған кезде бірінші толқын менен екінші толқынның арасында 1 минуттай уақыт болады. 30 секунд 1 минутқа дейін ғана тоқтап тұрып қалады. Осы сәтте біз не істейміз? Тез партаның астынан шығамыз бәріміз. Партаның астынан шығамыз. Сөмкемізді аламыз қолымызға. Сөмкені аламыздағыны бәріміз басымызды қорғаймыз, яғни бұлайды. Бастың төбесіне бүйтіп қойып амаңды. Бұлай қоямыз, яғни алдымызға қарайсыз. Енді бәріміз орнымыздан тұрамыз. Енді тыңдаймыз. Осы кезде сендер сақтаған күйі бәрін орындарынан тұрыңдар. Мұғалім айтып қарап тұр сендерге. Ең шеттегі есікке жақын жақтағы қатардан бастап шығасың. Осылайынан жүгіріп бәрін есікке қарай ұмтылмайсыңдар. Түсінікті ма? Иә. Яғни сендер мына жақтан бастап шыға бер. Басына қойып шыға бер. Осылай енді мына қатар оны жалғастырады. Мына жақтағы уақыттарды жалғастыра береді. Тұрған жүрдеген мына қатар бітеді, сосын мына жақ жалғастырады. Тура жаңағы тәртіппенен абыр-сабырсыз бәріміз орнымыздан тұрамыздағыны ең шеткі қатар есікке жақын жақтан бастап тез бір-бірін итермей, айқайламай, шуламай, жүгіріп үстінде тажып. Ал егер де жаңағыдай жер сілкініп немесе өрт пайда болған жағдайда, ол кезде біз мектептің қауіпсіз алаңы, мына мектептің алдыңғы жағына қарай шығамыз, қонайып жағына қарай. Түсінікті ма? Біздің шыққан аймағымыз, сендер білесіңдер, алдында біз шыққан кезде арғы жаңағы спорт ойындарын жүргізетін алаңға баратынбыз, иә? Сол алаңға баруымыз керек негізінде. Сол алаңға қарай барасыңдар. Сол алаңда сендерге мысалға төбелеріңе құлап кететін тал жоқ ол жерде. Тоқсындар жоқ. Түсінікті ма? Сол алаңға барып, біз жаңағыдай қауіпсіздікті сақтауымыз керек. Яғни, сендер бұл осы жерде құдай сақтасын жер сілкінген жағдайда тура жаңағы әрекеттерді жасауымыз керек. Енді біз сыртқа шығу әрекетін жасау үшін сендер осы ғимараттың осы бөлімінде отырған кездеріңде қонайып жақтан шығасыңдар. Ал егер де сендер 16-шы кабинет немесе 11-ші кабинет, 15-ші кабинетте отырып қалған жағдайда сендер қай жермен шығасыңдар?
16 кабинетке қарама-қарсы беттегі есіктен шығасыңдар, иә? Ал егер де сендер 25 кабинетте отырып қалсаңдар, қай жермен шығасыңдар? Ар жағындағы төмендегі 8 кабинетке қарама-қарсы есік бар ғой, сыртқа шығатын. Сол есіктен шығасыңдар. Егер де спорт залда ойнап жүрсеңдер, қай есіктен шығасыңдар? Спорт залдың артындағы есіктен шығасыңдар. Егер де актовый залда бір іс-шара өтіп жататын болса, сендер қай есіктен шығасыңдар? Балкондағы есіктерден шығасыңдар. Дұрыс айтасың. Сол екі есіктен қауіпсіз алаңға қарай шығуымыз керек. Түсінікті ме ол? Яғни ең бірінші кезекте жер сілкінген жағдайда не істеу керек екен? Сабыр сақтау. Алай үлей, аласұрып, шошып, айқайлап, жаңағыдай жан-жағындағыларға да үрей туғызбай, сабыр сақтап, барынша өз-өзін ұстап, ары қарай аман қалудың әрекетін жасау.